Принц балабақшадан шыға салысымен үйіне қайтқысы келе бастайды. Содан соң ол үйіне қайтатын автобустарды іздеп, бір автобустың өзінің үйіне баратынын біліп, ол сол автобусқа отырады. Алайда принц тұңғиыққа малынып, көптеген ойларға батып кеткен болатын. Соған қарамастан принц өзінің достарымен бірге автобусқа отырып үйіне қайтады. Автобустан түскен принц үйіне қайтар жолда бір қызды бақылап қалады. Ол қыз принцке қатты ұнап, принц оны аңдай бастайды. Содан соң ол қыз бір автобусқа отырып қалады. Ал принц болса, ол қызды ойлаумен әлек. Давай, принц, ойлансаңшы енді. Не істесем екен? Оның артынан барайын. Осылайша принц қыз отырған автобусқа отырып алады. Содан соң әрі ойланады, бері ойланады. Қалай болмасын сөз де бастай алмайды. Осылай уақыт өте береді. Оны қалай да болмасын өзіме қаратуым керек. Қалай әңгімені бастасам екен? Мына жігіт өзі шынды ма екен? Не үшін менің отырған автобусқа отырып алды екен? Неткен тормоз едің, принц? Қабат деген ай. Принц ұялғаннан автобустан түсіп кетеді. Мен ол қызды қайтсем де өзіме қаратып аламын. Қане, принц, өзіңнің алапат күшіңді қос. Деп автобусқа қайта оралады. Привет, қалың қалай? Мен бейтаныс адамдармен таныспаймын. Онда сенің жігітің бар ма? Мүмкін. Жоқ болса не істейін деп едің? Жалпы саған қандай жігіттер ұнайды негізі? Өзі футболист, спортсмен, сондай жігіттер ұнайды. Жарайды онда, сау бол, маған кету керек. Ертеңгі күні принцтің бар ойы сол қыздың айтқан сөздерінде болады. Және де ол осы қалашықтан футболға дайындайтын алаңшықтарды іздей бастайды. Принц алаңшықтағы ағайдан көмек сұрап, қай жерде футболный клуб бар екенін біліп алады. Роналдо, мен сен секілді футболист болам. Және де Настяны сындырып аламын. Футбол әлемінде көш бастап тұрған футболистерді көріп, принц өзінің арманына жеткісі келетінін айқын сезді. Және де ол содан соң үйіне қайтты. Кеш те батты. Принц әрі ойланып, бері ойланып, ол өзінің алысқа кетіп қалғандығын түсініп, автобусты әрең тапты. Оның бар ойы футболист болу еді. Жарайсың, принц, футболға қош келдің. Ертең менде маңызды ойын. Мен оны қайтсем де жеңіп, Настяны сындырып аламын. Настя, сен сол ойынға келуің керек, міндетті түрде. Ертеңгі күні принц футболға қатысып, қызыл командаға түсті. Және де ол футболда жақсы ойын көрсете алмады. Ол себебі түк жаттықпаған болатын. Оның футболға командаға келгеніне небәрі жарты сағат болатын. Және де принц өзінің жақсы ойын көрсете алмағанына қатты қынжылды. Мен футболды оңай екен деп жүрсем, өте қиын екен ғой. Мен келесіде дайындалуым керек. Настяға өзімді көрсетуім керек. Неткен өкінішті. Настя бұны көріп отқан шығар. Менің футболға келіп жүргенімді де көрген шығар. Садик алдында масқара болдым ғой. Садикке қай бетіммен қараймын? Жоқ, принц, берілме. Ертең жақсы ойын көрсетемін. Деп принц өз-өзін жұбатумен болды. Сонымен қатар ойында аяқталды. Багыз Банни ата, сіздің футболда тәжірибеңіз мол ғой. Мен жақында тағы футболға қатысамын. Сол кезде жеңемін. Сіз өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіңізші. Маған қандай ақыл берер едіңіз, Багыз Банни ата? Қарағым, футбол деген бізден қалған ойын ғой. Әйтсе де, несіне менен ақыл сұрайсың? Біз де шаршадық. Алайда, футболда топты тек түзулеп тепсең болғаны. Түзулеп, айналдырып тұрып теп. Жеңіс сенің қолыңда. Роналдудың бір сөзі бар. Теп алмасаң, түзу теп, тепсең де түзу теп деген. Осы сөзді есіңнен шығарма. Жақсы, жарайды ата. Есімнен шығармаспын. Үйіме кірейін, сау болыңыз. Ертеңгі күні таңда атып, ойында басталды. Ал Настя, мені күт. Мен
Жылдамдық. Мен жылдамдық. Келдім, достар. Саламатсыз ба, тренер? Мен келдім. Мені кіргізіңіз. Алаңға кіргізіңіз. Мені неге кіргізбей жатырсыз? Принц, өзі сенің кешегіден хабарың бар ма? Сен не деген ұятсызсың? Менен қалай мүмкіндік сұрайсың? Сен бұдан әрі клубтан шықтың. Олай болу мүмкін емес. Мені неге сіз клубтан шығарасыз? Bir ғана бар болғаны бірақ ойын үшін бе? Мен осы жолы өзімді көрсететін едім ғой. Мен сізге не жаздым? Ала көресіз, мен басқа командаға кіріп, сіздердің командарыңызды ойсырата жеңемін. Мен алақ әлемге танымал футболшы боламын. Естідіңдер ме? Ей қақбастар!